Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Білем мен сенің жұмысыңды, отырған жеріңде көз қысып отырасың, деді Айсұлудың күйеуі ашуланып. Әйел үнсіз төмен қарады. Бірақ көп ұзамай ол біреудің номері жазылған ақша тауып алып, сол сәттен бастап оның өмірі мүлде басқа арнаға бұрылды. Қала мерекелік қарбаласта болса да, Айсұлудың жүрегі мұңға толы еді. Пәтер иесі кенет жалдау ақысын көтеріп жіберді. Ал жас әйел қызы Динарамен бірге мұндай шығынды көтере алмайтынын түсінді. Ол екі жерде туризм компаниясында еден жуушы, ал қосымшада балалар шығармашылық орталығында аула сыпырушы болып істейтін. Бірақ бәрібір ақшасы жетпейтін. Ол екінші жұмысқа жақында ғана кірген, қызының жаңа жылдық сыйлығынан айырылмау үшін. Мемлекеттен көмек күтуге мүмкіндігі жоқ еді. Өйткені қағаз жүзінде ол тұрмыстағы әйел саналатын. Ал күйеуі Асылхан, Айсұлу әскерден сағынып күткен адам. Үйленгеннен кейінгі алғашқы айлардан ақ оның өмірі тозаққа айналдырды. Бәрі өзгеріп кеткендей болды. Асылхан шектен тыс қызғаншақ, үнемі оны аңдып, сұрақтың астына алатын. Қайда болдың, кіммен сөйлестің? Күйеуі ауылға оралғанға дейін Айсұлу кітапханада істеп, ата-анасына бау-бақша мен шаруашылыққа көмектесетін. Бірақ Асылхан жұмысқа бармайсың деді. Бәрін білем, ол жұмыста көз қысып, ерлермен сөйлесесің. Асылхан, олай демеші. Маған сенен басқа ешкім керек емес қой. Мұнда бәрі біледі. Мен сенің әйеліңмін. Бұл ауыл ғой деп Айсұлу сабырға шақырды. Бірақ күйеуі қайтпады. Я айтасың, кім біледі? Мен әскерде жүргенде кіммен көңіл көтердің? Енді әуле болып отырсың, үйде отыр, қызымызды тәрбиеле. Айсұлу қорлыққа шыдауға тырысты. Ол отбасысын сыртқа шығаруға болмайды дегенге сенетін. Бірақ бір күні қаладағы құрбысы кішкентай Динараның кіндік шешесі келгенде Айсұлу шыдай алмай жылап жіберді. Нұргүл, Асылхан мүлде есінен айырылды. Әр нәрсеге қызғанады, ашушаң болып кетті. Ұзақ нәрселерге тиіседі, айқайлап сөйлейді. Енем екеуі менің жанымды жегідей жейді. Осы сәтте есіктен Асылхан кіріп келді. Бәрін естіп қойған екен. Қатты ашуланып, не, тағы жылайсың ба? Әлде мына қала қыдырымпазымен бірге қашқын келеме деп айқай салды. Ол құрбысын есікке итеріп шығарып, Айсұлудың бетіне шапалақ берді. Құрбысы қызды алып сыртқа жүгіріп шықты. Асылхан болса әйелін тағы да желкесінен ұрды. Айсұлу есін жиғанда үй адамға толы еді. Құрбысы полиция шақырып, ауыл кеңесінің төрағасы мен медбикені көршілерді куәгер ретінде ертіп әкеліпті. Асылхан үстел жанында кісендеулі күйде отыр. О Айсұлу, оң жағың ісіп кеткен ғой, қарауға қорқынышты деді медбике. Айсұлу күйеуіне қарады. Ол еңкейіп, көзін тайдырып отыр. Асылханға кем дегенде 15 тәулік қамау жазасы күтіп тұрды. Ал Айсұлу сол сәтте бір шешімге келді. Енді бұл адаммен бірге өмір сүрмейді. Оң құлағының естуі нашарлап, жарадан сұйық ағып тұрғандықтан, ол үнемі таңғыш пен орамал тағып жүруге мәжбүр болды. Дәрігерлер уақыт өте бәрі жазылады деді. Бірақ таңғышты шешуге болмайтын. Соттан кейін Айсұлу ата-анасының үйіне қайтуды ойлады. Асылхан түрмеден шыққан соң Айсұлу мен қызын да, туғандарын да тыныш қоймайтыны анық еді. Сондықтан ол ата-анасымен қоштасып, Динараны ертіп, қалаға көшіп кетті. Алдымен құрбысының үйінде тұрды, кейін арзан пәтер жалдады. Қалалық кітапханаларда бос орын болмады. Амалсыздан туризм компаниясына үйден жуушы болып орналасты. Жаңа келген, басына ақ орамал таққан әйелді кеңседегілер бірден жақтырмады. Әйелдер оның ауылдық түрін мазақ етсе, ерлер орынсыз әзіл айтатын. Өзің таңдадың ғой, енді шыда, деп өзін-өзі жұбататын Айсұлу. Екінші жұмысқа тұрғаннан кейін ол қатты шаршайтын болды. Айналасында не айтылып жатқанын елең етпейтін. Далада жапырақ сыпырып, қар аршығанда ойы тек бір нәрседе еді. Тек диванға жетсем болды. Динара бала бақшада, ең болмаса тамағын уайымдамаймын деп өзін жұбатты.
өзі болса тез дайындалатын арзан тамақпен күн көретін. Тек демалыс күндері қызы балабақшаға бармайтын кезде ғана үй тамағын пісіретін. Бір күні лифт жанында жаңа қызметкермен туристік агент Арманмен соғылып қала жаздады. Ол сыпайы кешірім сұрап, көзілдіргін түзеп қойды да Айсұлудың иығындағы сөмкенің бауын ұстап қалды. Қараңызшы, сөмкеңіздің сыдырмасы ашылып қалыпты. Ішінен ештеңе жоғалмады ма? Жоқ, бәрі орнында сияқты. Бірақ рахмет, қарап көрем, деді Айсұлу жымиып. Ол лифтіден шыққанда жігіт соңынан жетіп алды. Сіз Айсұлусыз ғой, дұрыс па? Я солай, мен Арманмын. Мұнда жаңадан келдім. Компанияға әлі үйрене алмай жүрмін. Білмеймін, бірақ сізге де бұл ұжымда жайсыз сияқты көрінеді. Көп болды ма осында істеп жүргеніңізге? Олар әңгімелесіп отырып, байқамай бір автобусқа мініп, бір аялдамадан түсті. Арман, сізге шынымен осы жерде түсу керек пе еді? Деп сұрады Айсұлу. Жігіт айналасына қарап, иығын көтерді. Ойпырмай, мен қайда келіп қалдым өзі? Айсұлу күліп жіберді. Мен кінәлі шығармын. Алдын ала сұрамаппын қай жақта тұратыныңызды. Ол оған өз ауданына қалай жету керектігін түсіндіріп қоштасты. Кешке үйде Динара жылап отырды. Мен өлең айта алмаймын, тіліме тұтылам, сондықтан бәрі мені балабақшада мазақтайды. Бұл Айсұлудың ойын басқаға аударды. Сол себепті сөмкесін тексеруді ұмытып кетті. Тек ұйықтар алдында есіне түсті. Жеке куәлігі сол сөмкеде еді ғой. Сөмкені ашқанда жеке куәлігі орнында болды. Бірақ ішінде бөтен қағаз жатты. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Арман ба, неге ол, деп сыбырлады Айсұлу. Қағазды жайып қараса, онда қарындашпен жазылған телефон номері тұр. Байланыс номерін осылай қалдырғаны қызық екен, деді Айсұлу өз-өзіне күбірлеп. Ертең бәрін анықтауға бел буды. Айсұлу қағазды иесіне қайтаруды ұйғарды, бірақ Арманға телефон шалу ниетте болмады. Таңертең балалар орталығының ауласын тез жинап, үйіне барып демалудың орнына бірден кеңсеге кетті. Кеңсе ішінде оны туризм агенттігінің директоры байқап қалды. Айсұлу, сен бұл уақытта неге жұмыста жүрсің? Деді ол таңданып. Мен қоймада бір затымды ұмытып кетіппін. Соны ала қояйын деп едім, деді Айсұлу қысылып. Басшы оған жақындап, тік қарап тұрды. Қоймада дейсің бе? Қызық, я жеке затым ғой, деді Айсұлу төмен қарап. Жарайды, бар ізде, деді директор күліп. Айсұлу асығып лифтке қарай беттеді. Жұма күні болғандықтан кеңсе клиентке толы еді. Ал Арманның кабинетінің алдында иін тірескен адам. Мына адамдар жаңа жылда үйінде отыра алмай ма? Әйтеуір сапарлап кеткісі келеді, деп ашуланды Айсұлу. Ол қоймаға кіріп, үстін ауыстыра бастады. Директор неге маған сонша қарап қалды екен? Бірдеңе күткендей болды. Адамдар бөгет болмасын деп, ол дәретханаларды тазалауға кірісті. Сол сәтте ішке Арман кіріп келді. Айсұлу, деп таңырқай күлді ол. Сізді бұл уақытта көрем деп ойламаппын. Әдетте кешке келесіз ғой. Я, дұрыс айтасыз. Бүгін арнайы ерте келдім. Міне, сізге бір нәрсе берейін, деп Айсұлу қалтасынан қағазды шығарды. Арман таңырқай қастарын көтерді. Бұл не? Маған ақша неге бересіз? Бұл сіздің ақшаңыз ғой. Кеше менің сөмкеме өзіңіз салдыңыз емес пе? Мен бе? Менің бөтенің сөмкесін ақтарған әдетім жоқ. Тіпті қайырымдылық үшін де. Оның шын таң қалған жүзіне қарап, Айсұлудың ұяты оянды. Сонда сіз емес пе? Кеше сөмкем ашылып тұр еді. Соны байқағансыз ғой, деп ойлап едім. Ол сәл кідіріп, онда номеріңізді берсеңіз бола ма, деді ақырын. Әрине, деп Арман номерін айтып берді. Кешіріңіз, мен асығып тұрмын. Бүгін клиент көп. Айсұлу бірден жазып алған номерді қағаздағымен салыстырды. Сәйкес келмеді. Онда бұл ақшаны кім салды? Егер бұл біреу көмектескісі келген болса, неге жай ғана жазба қалдырмады? Пайдалана бер Айсұлу, уайымдама, деп. Жоқ, бәлкім бұл оның әдейі тұзаққа түсіру тәсілі шығар. Дүйсенбіде жиналыс болады. Сол кезде ұрлық жасады деп айыптасашы, деп ойлады Айсұлу.
қолдары қалтырап кетті. Бірақ сол ақша дәл қазір қатты керек еді. Пәтер иесі жалдау ақысын көтерген. Жұмыстан қалжыраған Айсұлу түні бойы ұйықтай алмады. Не істеу керек? Ақшаны қайтарсам ба, әлде пайдалансам ба? Таңертең оны қызы оятты. Анашым тұршы, пәтер иесі келді. Айсұлу қалатын киіп есікке жүгірді. Ашып қараса, пәтер иесінің түрі қатулы. Қайырлы таң, Айсұлу. Мен бұл пәтерді сізге бергеніме 1000 мәрте өкіндім. Әлі жақсы, қосымша кілтті өзімде қалдырмаппын. Кілт деп айқайлады пәтер иесі. Жарты сағаттан бері есікті қақтым ғой. Ол үйге кіріп, айналасын көзбен тінтіді. Мынаны қараңыз, үйде шаң қабат-қабат, ал өзі ұйықтап жатыр. Істейтін ісі де, ұяты да жоқ. Әлі ақшаны төлемейді. Ескертіп қояйын, көпке дейін шыдамаймын. Басқа жер іздеңіздер. Есікті тарс жауып кетіп қалды. Ал Айсұлу есіктің жанында аң-таң болып тұрды. Біраздан соң ойына бір шешім келді. Телефон соғайын. Егер бұл 5000 теңге ешкімге тиесілі болмаса, жалдау ақысын төлей салам. Ар ұятым таза болсын. Телефон тұтқасынан жылы таныс дауыс естілді. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Деді Айсұлу толқып. Менің сөмкемнен сіздің номеріңіз жазылған ақшаны тауып алдым. Ол қалай түскенін білмеймін. Сондықтан қайтарып бергім келеді. Дәл осы кезде Динара жүгіріп келіп тұтығып, анашым бізді далаға қумай ма деп айқайлап жіберді. Динара, айқайламашы, бәрін кейін айтам, деді Айсұлу ақырын. Сосын тұтқаны қайта алып, алло, сіз осындасыз ба? Бірақ ар жағындағы адам кенет байланысын үзді. Айсұлу қайта-қайта терді. Ешкім көтермеді. Не істеймін енді, деді ол күбірлеп. Бөтеннің ақшасын алғым келмейді. Бірақ қызыммен далада қалуға да болмайды. Ол кеңес алу үшін құрбысы Нұргүлді іздеді. Бар жағдайды айтып еді. Құрбысы, ой Айсұлу, саған не болған? Ақша сөмкеңде болса, саған берілгені ғой. Ұялма, пәтер ақыңды төле де тыныш жүр. Айлығың әлі алыс қой, деді сенімді түрде. Бірақ Айсұлудың іші бір түрлі алаңдады. Бұл ақшаның артында бір сыр бар сияқты. Сондықтан ол Арманға қоңырау шалды. Я, тыңдап тұрмын, деді Арман. Сізде бәрі дұрыс па, Айсұлу? Дұрыс емес, Арман. Есіңізде ме? Мен тапқан қағаз. Солдағы номерге хабарластым. Ер адам тұтқаны көтерді де, мен ақшаны қайтарғым келетінін айтқан сәтте байланысын үзді. Енді не істерімді білмеймін. Үй иесі де жалдау бағасын көтеріп жіберді. Ақша ауадай қажет, бірақ бөтеннің ақшасын қолдануға болмайды ғой. Арман сәл үнсіз қалды да, мүмкін бұл тек адалдыққа сынақ шығар, деді сабырлы дауыспен. Кейбір басшылар қызметкерлерін осылай тексереді ғой. Ақша тастап не істейтінін бақылайды. Сонда сіз ойлайсыз ба, бұл бастықтың ісі деп, деді Айсұлу таңырқап. Ол менің сөмкеме өзі сала қойды дейсіз бе? Әрине, өзі емес, көмекшілер арқылы, деп жымиып қойды Арман. Маған да бірде бастықтың орнына бөлім басқаруды ұсынған. Бірақ қазіргі жетекшіге қарсы материал табуымды сұрады. Мен бас тарттым. О, Арман, рахмет сізге. Сіз мені сондай жұбаттыңыз, деді Айсұлу жеңіл дем алып. Иығымнан жүк түскендей. Бірнеше күннен бері алғаш рет ол болашақтан үміт сезінді. Қоштасып жатып, Арманның да әңгімені аяқтағысы келмей тұрғанын байқады. Дүйсенбідегі жиналыста Айсұлу есікке жақын жерге отырды. Айналасындағы орындар бос қалды. Ешкім үйден жуышымен қатар отыруды қаламады. Арман соңынан кірді. Арман бос тұрған орындыққа отырып еді. Әріптестері сыбырласып, бір-біріне түсінбеген көзқараспен қарасты. Директор ұзақ сөйледі. Компанияның даму жоспары, басқа қалаларда филиал ашу, жаңа мүмкіндіктер. Соңында күтпеген жерден айтты. Өткен аптада мен сіздерге адалдыққа сынақ ұйымдастырдым.
Залда тыныштық орнады. Бәрі аңтарылып қалды. Әрқайсыңызға жеке-жеке ерекше жағдай жасалды, деді директор сабырлы үнмен. Сол арқылы сіздердің адамдық қасиеттеріңіз көрінсін дедік. Таңғаларлығы бұл сынақтан тек 2 адам өтті. Жаңа қызметкеріміз Арман және техникалық жұмысшы Айсұлу. Залда гуіл көтерілді. Қандай сынақ? Ешкім ескертпеді ғой. Бұл әділ емес. Тыныштық, деді директор қолын көтеріп. Менің тәжірибемде мұндай алғаш рет. Мұны тәжірибе деп есептеңіздер. Ешкім жұмыстан қуылмайды. Бірақ бәріңіз осы сабақты есте сақтаңыздар. Келесі жолы сенімді ақтауға тырысыңыздар. Ал Арман мен Айсұлу сіздер қаласыздар. Бәрі шығып кеткен соң директор жақындап, неге маған ешқашан жалақы көтеруді сұрамадыңыз? Қолыңызда балаңыз бар ғой, деді. Кешіріңіз, директор, деді Айсұлу қысылып. Егер адам кесілген жалақыға риза болса, одан артық сұрау дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, деді директор күлімсіреп. Бірақ мен сіздің еңбекақыңызды басқа жолмен арттыруды ойлап қойдым. Ол Айсұлудың абыржып қалғанын байқап, жұмсақ үнмен жалғастырды. Кеше сіздің қызыңыздың анашым бізді далаға қумай ма деген сөзін естіп қалдым. Сол сәтте жүрегім тітіркеніп кетті. Менің де қызым болған, дәл сондай дауысы бар еді. Бірақ ол анасымен бірге көлік апатынан қаза тапқан. Директор біраз үнсіз тұрып, әрі қарай айтты. Қағазбен болған сынақ менің идеям еді. Бірақ сіз ол ақшаны өз пайдаңызға жаратпай, иесіне қайтарғыңыз келді. Бұл таңғаларлық адалдық. Маған дәл осындай сенімді қызметкерлер керек. Ол Арманға қарап, Арман, бұл жерде бекер емес. Мен сізге халықаралық деңгейдегі туристік агенттік сертификатын алуға мүмкіндік бергім келеді. Оқуды Арман таңдауға көмектеседі. Ал барлық шығынды мен өзім төлеймін. Бұл мен үшін күтпеген жағдай, деді Айсұлу толқып. Айсұлу, деп жымиып қойды директор. Сенімді қызметкердің білімін көтеру ең дұрыс инвестиция. Ол орнынан тұрып, байсалды үнмен, Арман бөлім бастығы болады, ал сіз оның көмекшісі ретінде жұмыс істейсіз. Қалай қарайсыз, деді. Айсұлу директорға таңырқай қарады. Бұрынғыдай қатал емес, мейірімді жүз көрінді. Сол сәтте ол бұл адамның жанында шын адамгершілік барын түсінді. Кабинеттен шыққан соң лифтке қарай беттегенде Арман сыбырлап сұрады. Кешіріңіз, Айсұлу, сіздің қызыңыз расымен тұтығып сөйлей ме? Я, деді Айсұлу, жай ғана көзін төмен түсіріп. Мен тек сұрай салдым, деп асығып түсіндірді Арман. Менің өгей әкем балалар емханасының директоры. Мүмкін ол сіздің қызыңызға көмектесе алар. Ал менің анам ол орталықта логопед болып жұмыс істейді, деді Арман. Өте білікті маман. Қызыңызға көмектесе алады деп ойлаймын. Рахмет, Арман. Біраз ақша жиналған соң Динараны міндетті түрде апарамын, деді Айсұлу. Ақша туралы ойламаңыз, деп жымиды Арман. Анам сізден ештеңе алмайды. Мен оған, сіз менің қызымсың, деп айтам. Айсұлу ұялып күлді. Арман, олай айтуға болмайды ғой, өтірік болмай ма? Айсұлу, мен тек үміттенем. Сол уақытқа дейін сіз расында да менің сүйіктім боласыз, деді ол ақырын. Маған сізбен сияқты жеңіл, жылы сөйлескен адам болған емес. Ешкім маған сіздей мейіріммен қараған жоқ. Ол көзілдірігін түзеді. Ал Айсұлу еріксіз күліп жіберді. Көптен бері алғаш рет. Сол күні ол онлайн курстарға жазылуға келісті. Бірге оқып, бірге еңбек еткен Арман мен Айсұлу аз уақыттың ішінде компанияның ең үздік қызметкерлері атанды. Олардың бөлімі өңірдегі ең табысты туристік бөлімдердің қатарына енді. Әдетте жұмыс орнындағы махаббатқа қарсы болған директор бұл жолы өзі Арсен мен Айсұлудың отау құруына батасын берді. Ажырасқаннан кейін Айсұлудың өмірі жаңа арнаға түсті. Қызы Арманның анасынан логопедиялық ем алып, тұтығуын жеңіп шықты. Қыз кішкентай сахналарда өлең оқып, ән айта бастады. Айсұлудың жарақаты да жазылды. Дәрігерлер оған таңғышты шешуге рұқсат берді. Арман оның толқынды, әдемі шашын алғаш көргенде
аң-таң болып қалды. Қарашы, бұған дейін бәріменен қашып жүретін ауыл әйелі едім ғой, деп күлді Айсұлу. Олардың тойы 2 рет өтті. Біріншісі әріптестердің ортасында, екіншісі ауылда, туған туыс пен достардың арасында. Арман әкесінен қалған үлкен пәтерге Айсұлу мен Динараны көшіріп алды. Айсұлу сол күні ақ бойдақ үйді ұядай етіп ретке келтірді. Ал 1 жылдан кейін олардың өміріне тағы бір қуаныш келді. Дүниеге батырдай ұл келді. Құрметті оқырмандар, егер бұл әңгіме сізге ұнаса, қолдау белгісін басыңыз. Сіз үшін бұл бір ғана басу, ал мен үшін шабыт пен сенім. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.